Ассаляму алейкум. Бүгін біз сіздермен пицца дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге тестімізға апара дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы су, дрожж, секер, ұн қажет. Барлығын араластырып, жылы жерге 5 минутқа қойып қоятын боламыз. Қыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Апарамыз дәл видеодағыдай көтерілу қажет. Ыдысымызға мен тағы да жылы су құйдым. Одан кейін тұзымызды саламыз. Араластырып, апарамызды құйып, содан кейін зәйтүн майын, ұнымызды салып, бірыңғай тесті дайындаймыз. Тестіміз дайын. Енді қолымызға майымызды жағып, жан-жағына барлық жеріне жағып шығамыз да. Бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағат, 2 сағатқа қойып қоямыз. Қыздар, мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің тестім осылай көтерілді. Енді 2-ге бөліп пицца дайындайтын боламыз. Пицца пісіретін ыдысымызға ұнымызды сеуіп аламыз. Соусымызға мен аджика пайдаланамын. Аджиканың ішінде орегано немесе базилик қосуға болады. Аджиканың орнына кетчуп немесе томатный паста қосып, ішіне тұз бұрышын салып жасасаңыздар болады. Содан кейін сыр, колбаса пайдаланамыз. Осылай қолымыздың көмегімен жайып немесе оқтаудың көмегімен жайсаңыздар болады. Жайып болдым. Сіздер жан-жақтарын түйсеңіздер болады. Өздеріңіздің еріктеріңіз. Содан кейін бетіне соусымызды жағып шығамыз. Соусымыздан кейін сырымызды салып шығамыз. Маған моцарелла сыры ұнаған жоқ, сондықтан мен сливочный сыр пайдаланамын. Сырымыз салып болғаннан кейін колбасамызды осылай салып аламыз. Пеште 180 градуста 25-20 минуттай пісірем. Немесе одан да аз болуы мүмкін. Әр пеш әр түрлі пісіреді, сондықтан өздеріңіздің пештеріңізге қарай пісіріңіздер. Менің пиццам дайын. Сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Пиццаның дәмі өте керемет болып шықты. Сіздерде жасап көріңіздер. Ассаляму алейкум.